Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай банан қосылған шоколадты кекс пісіреміз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады, дәмі ерекше болады. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда тағы да басқа өте дәмді, оңай рецепттер бар, кіріп көрсеңіздер болады. Ең алдымен бананды шаншқымен осылай езіп аламыз. Мен екі үлкен банан істеттім. Сіздер егер кішкене болса, банан үшеу істетсеңіздер болады. Енді бөлек ыдысқа 3 жұмыртқаны, 2 қасық балды салып араластырып аламыз. Оның үстіне қант саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Енді езіп дайындап алған бананды осы массаның үстіне салып, оны да кішкене араластырамыз. Сұйық майды құямыз, сүтті құямыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Ұнды електен өткізіп саламыз. Какао мен қопсытқышты да електен өткізіп саламыз. Үстіне ванильді қант қосамыз. Барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырып, қою қамыр дайындап аламыз. Осы орайда пешті 180 градуста қыздырып қойған болуымыз керек. Форма дайындап аламыз. Пергамент қағаз салып, ішіне біздің массамызды құямыз. Менде 24 диаметрлі форма. Форманы бір-екі рет ұрып, ішіндегі ауасын шығарып жібереміз. Бетіне мен миндаль сеуіп қойдым. Сіздер кез келген жаңғақ түріні сеуіп қойсаңыздар болады. 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Кекс пісіп шыққанша бетіне жағатын ганашын дайындаймыз. Қара шоколадты микротолқынды пеште ертіп алып, үстіне сүт құйып араластырамыз. Менде Қазақстан шоколады. Шоколадты ертер кезде бірден қатты қыздырып жібермейміз. 10 секундтан өшіріп тұрып, ертіп алатын боламыз. Енді осындай крем салатын қапшыққа салып аламыз ганашымызды. Біздің кексіміз пісіп шықты. Енді оны формасынан шешеміз. Кішкене суытып аламыз. Осындай өте әдемі болып, жақсы көтеріліп шығады бізде кексіміз. Оны осындай кез келген ыдысқа қойып, кішкене суытып аламыз. Бетіне дайындап алған ганашты әдемілеп осылай жағып шығамыз. Шоколадты не болмаса қатты тәттіні ұнатпайтындар болса, ганашты мүлдем жақпасаңыздар да кекс өте дәмді болып шығады. Жаңғақты да өз қалауларыңызға қарай себесіздер. Өздеріңіз қандай жаңғақты ұнатсаңыздар, соны сепсеңіздер болады. Бізде осындай өте дәмді, жұмсақ, оңай кекс дайын болды. Жасалу жолы өте оңай, тез дайын болады. Балалар өте сүйіп жейді. Менің каналымда тағы да басқа өте керемет тәттілердің рецепттері бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте оңай, кез келген қыз-келіншектің қолынан келеді. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.